Ассалаумалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жақта бір ағамыз бар еді. Машина оңдайтын моторист. Соның көлігі оталмай қалған екен. Моторын жинаған. Содан кейін искра жоқ дейді. Енді қазір соны қарайтын боламыз. Жалпы енді қазір жаяу бара жатырмын. Көршімізге жеткенше кейбір пікірлерге, яғни комментарийлерге жауап берейін. Көбісі айтып жатыр, сұрап жатыр, қай жақтансыз деп. Жалпы өзім Орал қаласынан, осы Орал қаласында жұмыс істеп жатырмын. Кейбір комментарийлер бар, қазақша неге сөйлемейсің дейді. Сөйлеп үйрен дейді. Бірақ шынтау айтында келгенде барынша қазақша сөйлеуге тырысып жатырмын енді. Бірақ кейбір сөздер орысша болып кетіп жатады. Себебі техникалық сөздер барлығы кейбірлері машинаның орысша болып келеді. Предохранитель, реле, датчик деген сияқты. Сондықтан оған аса көп назар аудармай қойыңыздар. Жүрейік кішкене. Мен де бір айдап жүріп, пачкеге жазылып қалды. Анау. Пятнашка ма? Анау енді нетіп қалды да. Бұл бар ғой да. Былай болды. Шүкір алхамдулилlah, жақсы. Сен қайда соны нетесіп жатсың ба? Қазір. Мынаны мен өткенде бүйттім ғой, өзімше мынаның ішін жаңарып енді ашып кетті ғой, боқтаймын, отырам. Анда выездной химчистка бар екен. Келіп істеп кететін да? Жігіттер іштен алмайды, бәрі май-май болып кетеді. Сосын мынаның ішінде өзімше неттім ғой. Мынаның ішінде тазартып, жуып мына өзім-өзімді. Сосын бізде лишний продукттар көп болды ғой, мен переделанный карбюратор. Сол алдында мотор жоқ болғанда кестім ғой. Сонда или коммутатордан ба, кататына бабендер. Трамблердің крышкасы бар екен ғой? Бар ол. Сол санаған плюс келіп тұр, или коммутатордан ба. Плюс батарейкаға келмейме, да? Жазылып тұр ма? Российский ма? Мынаған плюс келіп тұр. Келіп тұр ма? Мынаған жоқ, мынау. Так, сонымен Jetta автокөлігі искра жоқ дейді. Қазір көреміз. Қазір аккумуляторын салып. Қазір алдымен бізде мына трамблерда датчик холы бар ғой. Соған келіп тұрған штекер. Соны тексерім келіп тұр. Себебі сигналдың барлығы осы датчиктен шығу керек. Ол үшін датчик жұмыс жасау үшін плюс және де минус болу керек. Екі жағында бір плюс, бір минус. Датчикке питание, ал ортасындағысы датчиктен, датчик холдан сигнал өзі береді айналғанда. Қазір аккумуляторды салып, көлік моно болу керек, негізі моно емес, карбюраторға ауысып тасқан екен, карбюраторлық көлік. Катушка российский, ВАЗ-дікі коммутаторда сондай сияқты меніңше. Сулай ма? Сіздің көшеден аз ғой, все равно. Елептен шопырларда елеп жүрмейді, әне. Басат. Сәбилер атып шығады қазір. Қашан моторын жинадыңыз ба? Мотор полностью кәм оригинал паршовой салып өткенде. Қыстайлықтар қайда кеттің? Айсайсын тағылмай аман тіркен ғой. Зажигание точно ашық та? Ашық тұр, е. Ашық тұр. Мұнда келіп тұр ме екен? Мұнда плюс келіп тұр, мұнда келіп тұр, е. Так, бізде датчик холыға не жоқ? Питание жоқ. Мынау мүмкін ба? Жоқ, ол емес. Так, бұл мазғасы жұмыс істеп тұр ма өзінің? Мазғасы істеп тұр, е. Істеп тұр да? Мазға жоқ. Мұнда мазға қосылмай. Мазған айыпта, міне өрсіңдерді айыпта бен, соны бізде ол мүмкін. Мұнда 2 плюс келіп тұр екен. Так, бұл қайда? Мұна синий келіп тұр да көбілінет. Бірақ мұна синийді, мұна 7 бос. Ол ішке тахометрге кетеме бірдеңе, сондай бірдеңе соған. ВАЗовский ғой негізі, да? ВАЗовский ғой, да? Да, енді қазір онда бетейік. Іштегі предохранителін бір тексеріп жіберейін. Бізде іште предохранитель бар ғой, неге жауап беретін мазғаға. Так, бізде схема бойынша 15-ші предохранитель 10 амперлерге ебу деп тұр. 15-ті қара жүрейік қазір.
15 жалпы сау. Сау екен. Бірақ бізде компьютер қосып тұрған жоқ, яғни компьютерден келіп тұрған жоқ бізде сигнал. Так, зажигание точно ашық тұр ма бізде? Анау мен напрямик тұр, ашық тұр. Поворотниктер қосылып тұр, печка жасап тұр. Реостат кетіп қалыпты оның. Печканың реостаты кетіп қалыпты. Так, предохранитель плюс бар. Так, бұл система қалай жұмыс істеп тұр сонда? Простой как Жигули сияқты жасап тұр. Жоқ, мазганы алып тұр деймін ғой. Мазга бұрын ананда карбюратор болған ғой, электронный карбюратор, да? Сосын алып тастадым, сол мазганы сол жерде мен. Мазга қазір жұмыс істемейді қазір, да? Жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ. Все, мазга қатысы жоқ. Мазга қатысы жоқ онда, да? Совсем мазга жоқ. Да, бізде. Бұлар кесіліп тұрған просто? Жоқ, мен кесіп тастап тұрмын ғой. Моторын еткенде мына садақтап бұл жерде бүткіл ана электронный несі тұрды ғой. Фишкалармен. Так, онда қазір мен қарап жүрейін. Сонымен бұл көліктің зажигание системасы қалай жұмыс істейтінін білгеннен кейін жұмысқа кірісіп бастадым. Бұл көлікте компьютерді мүлдем ажыратып тастаған. Яғни компьютер мүлдем жасамайды. Оның орнына зажигание системасы, яғни искраға жауап беретін системаны ВАЗ автокөлігінің коммутаторы арқылы қойған екен. Яғни искраға жауап беретін система коммутатор, ал бензин системасын өзгертіп карбюраторға қойған екен. Сонымен схема арқылы қарайтын боламыз. Коммутаторға плюс, минус қалай келу керек, қай жерден келу керек екен. Сол арқылы біздің көліктің ақауын табатын боламыз. Енді біздер ВАЗ автокөлігінің искра жүйесі қалай істейтін осы схема арқылы іздейтін боламыз. Бұл схемада қарайтын болсақ, бізде жоғары жақта катушка зажигания, содан кейін бізде трамблер тұр, трамблерден шығып свечаға тоқ барады. Трамблердің төменгі жағында кішкентай төртбұрышты, ол біздің датчик холлға киілетін штекеріміз. Оның оң жағында коммутатор, төменгі жақта бізде замок зажигания, яғни біздің кілтіміз. Енді қарай кілтті бұраған кезде бізде аккумулятордан плюсіміз катушкамызға Б деген контактке плюс келеді. Б дегеніміз ол батарея деген белгісі, яғни плюс. Ал К деген коммутатордан келетін біздің сигналымыз. Енді осы коммутаторға бізге питание іздейтін боламыз схема бойынша. Схема бойынша кілтпен бірге катушканың Б деген контактісіне және де коммутатордың ең бірінші контактісіне бізге плюс келу керек. Енді плюс тауып алдық солай. Содан кейін екінші контактта біздер минус беру керек. Минусты ол масса деп айтады, кузовтан алу мүмкін, болмаса аккумулятордың минустан алу мүмкін. Яғни бірінші контакт бізде плюс, екінші контакт бізде ол минус. Ол бізде коммутаторға питание деген сөз. Питание берілгеннен кейін біз қараймыз, катушкадан да Б дегенге де плюс келу керек. Б деген контактқа да плюс келу керек. Ал қалған контактілер 3, 4, 5 деген 6 деген контактілерді қарасақ, олар бізде оның үшеуі трамблердің питаниясы, яғни үшінші контакт ақ қара трамблердің датчик холлының минусы. Содан кейін жасылымыз біздің алтыншыға тіркелген, ол бізде сигнальный провод. Ал содан кейінгі қызыл контакт ол бізде плюс. Біз коммутаторға плюс пен минус бергендіктен коммутатор өзі датчик холлға плюс пен минус береді. Ол біздің ақ қара және де қызыл проводымыз. Ал ортасындағысы жасыл датчик холлдан шығатын сигналымыз. Және де біздің төртінші контакт ол коммутаторға келеді. Енді система қалай жұмыс істейді? Бізде трамблер айналған уақытта, яғни стартерді айналдырған уақытта жасыл проводтан бізде минус болып импульс шығады. Минус болып ол коммутаторға келеді. Коммутатордан өзі сигналды күшейтіп, төртінші контакттан біздің катушкаға импульс жібереді. Яғни коммутатор былайша айтқанда сигналды күшейтеді. Күшейтіп барып, коммутаторға минус келген уақытта бізде ортаңғы проводтан, бізге центральный провод деп айтады оны, біздің трамблердің ортасына искра жібереді. Ал трамблердің ішінде бізде бегунок бар,
айналған уақытта әрбір цилиндрға искра шашып тұрады. Коммутатордың тоқ жағын ретке келтіріп қойдық. Енді машинаны оталдырайын десек, бізде аккумулятор отырып қалған екен, және де машинаның өзі де оталдыруға дайын емес екен. Сондықтан біздер трамблерді шешіп, өз қолымызбен айналдырып, искраны тексеріп алдық. Былай разрыв көрсетесің бе? Болды. Сонда не болып жатсың? Қай жеріне кеткен? Короче, коммутатордың анау істемейді, ана коммутатор. Істемей ма? Істемейді сияқты, что-то жаңа шыққан жоқ айналдырғанда. Так. Но мен айналдырғанда шығып тұр. Короче, плюс пен минусы жоқ болды мынаның питаниесі. Плюсы де жоқ болды, минусы де жоқ болды. Так, обязательно мынаны изоляция болмаса кесіп тастау керек.